Адам ата мен Хауа ананың жұмақтан қуылуы. Дүниедегі алғашқы адам Хазіреті Адам атамыз бен Хауа анамыз. Алла тағала адамды топырақтан жаратқан. Оған өз рухынан үрлеп жан берді. Сонда барлық періштелер Алла тағаланың әмірімен адамға тағзим етіп, алдында иіліп, құрмет сәждесін жасаған еді. Бірақ Ібліс өзін адамнан жоғарымын деп көкіректеніп сәжде етпеген үшін Алланың мейірімінен қуылған. Алланың дәргейінен қуылған Ібліс Адам атадан кек аулауды ойластырған. Жұмаққа жасырын келіп қараса, Хауа анамыз жыланмен сөйлесіп отыр екен. Ібліс Хауа ананы азғыру үшін алдымен жыланды арбауды ойлайды. Бірақ жұмақтың есігін күзетіп тұрған періштелер оны ішке кіргізбейді. Ібліс не істерін білмей тұрғанда ұшып бара жатқан тауысты көреді. «Ей тауыс, сенің даусыңа бұрыннан ғашықпын. Періштелерге сені мақтаушы едім. Маған жәрдем бер» дейді. Тауыс Іблістің сөзіне масаттанады. «Не керек? Маған жыланды шақырып бер» дейді. Тауыс жұмақтың ішіне кіріп, жыланды шақырып әкеледі. Ібліс жыланға қарап: «Әй жылан, менің әкем Жәблейт сенің де бабаң еді. Мен адамның кесірінен Құдайдың рақымынан құр қалдым. Туыстық ақым үшін маған кек алуға көмектес» деп азғырады. «Не істей аламын?» дейді жылан. «Тіліңнің астына жасырып, жұмаққа алып өт. Хауа ананың жанына барғанда өзім айла қыламын» дейді. Жылан мақұл көріп, Іблісті тілінің астына салып, жұмаққа алып кіреді. Олар Хауа ананың жанына келді. Ібліс жыланның тілінде жатып, жылан болып жылайды. Хауа ана жанына келіп: «Әй жылан, неге жылайсың?» деп сұрайды. «Сендерді қимаймын. Әзірге уайымсыз жүрсіңдер. Бірақ бұл дәурендерің таусылады. Ертең өлесіңдер. Соны ойлап қайғырамын» дейді. Хауа ана: «Өлім деген не?» деп шошып кетеді. «Өлім қараңғы қапас. Пештегі күллі қызықтан мәңгілікке кесілу» дейді. «Ажалдан құтылудың айласы бар ма?» деп сұрайды Хауа ана. «Бар. Тыйым салынған жемісті жесең, Алла сияқты мәңгі жасайсың. Алла тағала өзінен басқа ешкімді мәңгі жасамас үшін солай тыйым салған». Бұл сөзге иланған Хауа ана бидайдың бір дәнегін жеп қояды. Екінші бір дәнін алып Адам атаға келіп: «Әй Адам, менімен мәңгі бірге болғың келсе, мына жемістен дәм тат» дейді. «Жеп көрдім, зияны жоқ. Бұл бізге мәңгі өмір сыйлайды» дейді. Адам ата Хауа ананың сыңғырлаған үніне елітіп, уәдесін ұмытып кетеді. Бидайдың бір дәнін аузына салып, дәнекті жұта бергенде, Жәбірейіл періште оның алқымынан ұстап алады. Бидай дәні өңешінде не әрі, не бері жылжымай тұрып қалады. Адам не істерін білмей тұншығып қалады. Ер адамның кеңірдегіндегі бармақтай түйін содан қалған. Адам бұған дейін қалдық шықпайтын жұмақтың ең асыл тағамдарын таңдап жейтін. Олар тұңғыш рет жер тағамын жеді. Адам асқазаны бірінші рет ас қорытып, нәжіс шығаратын болды. Онда пейіштің былғанатыны анық еді. Сол сәтте Алла қаһарына мініп, адамды жәннаттық мәртебесінен айырады. Алланың әмірімен олар пейіштен қуылып жерге түседі. Жеп қойған бидайдың қалдығы асқазанында 30 күн қорытылмай жатып қалады. Одан түгел тазару үшін Алла оларға 30 күн ораза ұстауға әмір береді. Содан бастап Рамазан айында 30 күн ауыз бекітіп ораза ұстау парыз болды. Алла тағала тауыс пен жыланды жазалады. Тауыстың жұмақта тағынған асыл тас гауһарларын тартып алды. 40 қанатынан екеуін ғана қалдырды. Ол кезде жыланның бойы түйедей, денесі жақұттан, көздері лағылдан еді. Арқасында 2 қанат тұратын. Енді жылан аяқ қол мен қанаттан қатар айырылды. Жер бауырлап ирелеңдеп жүруге мәжбүр болды. Осыдан бастап жыланның Ібліс паналаған тілінің астынан у шығатын болды. Тауысты Йеменге, жыланды Ысфахан, Іблісті Басра жеріне түсірді. Адам ата Үндістандағы Сарандип тауына, ал Хауа ана Жидда тауына түсті. Олардың жылаудан көздері құрғамады. Құдайдан кешірім сұраумен жүрді. Адам ата қайғыдан бас көтере алмады. Bir күні Алладан: «Ей адам, көтер басыңды» деген әуез келді. Адам жоғары қараса, бір заманында
өзі мекендеген пейіштің маңдайшасынан «Ла илаха илаллах, Мұхаммад Расулаллах» деген жазуды көрді. «Я Алла, бұл кім?» деп сұрады. «Бұл менің сүйіктім, сенің ұрпағыңнан ақырдың соңында шығатын Мұхаммед атты пайғамбар. Оның үмбеті бәрінен де қадірлі болады» деді. Сол кезде адамның Хауананы алған кезде Мұхаммедке 10 рет салауат айтқаны есіне түсіп, егіліп жылады. Алла тағала Мұхаммедтің шарапатынан бүкіл ұрпағының күнәсін кешіріп, пейішке қайта кіргіземін, дидарымды көрсетемін. Шарты, ұрпағың хақтың жолына бекем болсын, Мұхаммедке салауатты көп айтсын деді.